сіз неден қорқасыз? Абьюзер нақты сонымен сізбен манипуляция жасайды. Манипуляция жасағанда сіз оның қолындағы жай ғана марионетка болып қаласыз. Яғни сіз оның жай ғана қуыршағысыз. Ол сіздің санаңыздың, жүйкенің жіптері арқылы сізге өзінің дегенін орындата алады. Содан кейін бұларды психикалық маньяктар деп атайды. Сонымен қатар манипуляторлар ол сіздің ойыңыздағы дұрыс деп кезінде өзіңіз қабылдаған ұстанымның барлығын жоққа шығарып, сіздің санаңызға өзінің ұстанымдарын чип секілді кіргізіп, сіздің санаңызды алдымен өзінің санасында етіп алғаннан кейін сізді өте оңай, өте жылдам басқара алады. Сондықтан қыздар естеріңізде болсын, өзіңіз нені дұрыс деп санадыңыз, сол дұрыс болып қалу керек. Яғни сіз оны дұрыс екеніне нақты біліп тұрып, белгілі бір адам соны дұрыс емеске шығарып жатса, демек ол сіздің санаңызға кіріп алып, сонымен манипуляция жасайым деп тұр. Сіз оған жол бермеңіз. Адамның санасына кіргеннен кейін ол сіз туралы, сіздің ойыңызды, сіздің тіпті қорқынышыңызды біліп алады. Содан кейін нақты не сіздің жүрегіңізге қатты тиеді, міне нақты сол жараңыздың үстіне әдейілеп басу арқылы, сіздің жан дүниеңізді жаралау арқылы сізді басқара алады. Мәселен делік, ол сіздің белгілі бір қорқынышыңызды біледі, себебі сіз кезінде оған жан сырыңызды айтып қойдыңыз. Міне енді сәл бірдеңе болса, егер сіз оны тыңдамай қойсаңыз, оның айтқанын жасамай қойсаңыз, онда сіз жазаланасыз. Ол манипулятор сізді жазалайды міндетті түрде. Нақты сол қорқынышыңызды сіздің көз алдыңызға алып келіп көрсетеді. Мысалы делік, егер сіз оны қатты жақсы көрген болсаңыз, жақсы көретін болсаңыз, және де сіз ешқашан маған измена жасама, мен қорқам, сен біреуге кетіп қаласың деген секілді егер сөздер айтқан болсаңыз, ол міндетті түрде сіз бірдеңе оның айтқанын жасамай қойыңыз, сөзінің тілін алмай қойыңыз, сіздің дәл көзіңізше измена жасайды. Тіпті сондай өте подлый дүниелерге оп-оңай өзінің мақсатына жетпегені үшін баратын адамдардың барлығы, менің ойымша, психтар, соның ішіндегі осы манипулятор, абьюзерлер болып табылады.